Білімді әуел баста бала өзі іздеп таппайды. Басында ғылымды зорлықпенен, яқи алдауменен үйру қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует много питья, еды и сна. Это потребность плоти. Без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Второе – это тяга к познаниям. Это уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться. Ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к учебе. Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда знаний. Человек, склонный к размышлениям, всегда вдумчив, собран, будь то в делах мирских или перед судом смерти. Собранность в делах и мыслях – основа благополучия. Значит ли это, что мы должны постоянно предаваться унынию? Разве может душа лишь печалиться, не ведая веселья и смеха? Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала надан туғанда екі түрлі мінезбен туылады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Бұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. A child doesn't aspire to learning of his own free will. He has to be persuaded through conversion or inducement until he acquires a thought for knowledge. Әрбір ойым қайғы ойлаған кісі не дүние шараусына, не ахирет шараусына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кенеш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі ойым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүргенге жан